Армысыздар құрметті сарапшылар, бұл менің алғашқы онлайн сабағым атты онлайн байқауы. Мен Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің бастауышты оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 22-3 тобының бірінші курс студенті Нышанбай Лесенғалиқызы. Ғылыми жетекшім әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар факультетінің тарих және география кафедрасының аға оқытушысы Идирисова Гүлжан Бердімбайқызы. Бүгінгі менің сабағымның тақырыбы Қыпшақ хандығы. Сабағымның жоспары: Қыпшақтардың қоныстанған жерлері, этникалық құрамы, Қыпшақ хандығының қоғамдық құрылысы, Қыпшақ хандығының саяси жағдайы мен Қыпшақ хандығының шаруашылығы. Сабағымның мақсаты Қыпшақ мемлекетінің құрылу тарихымен таныстыру және олардың саяси тарихын, мәдениетін, этникалық құрамы жөнінде түсінік беру. Жалпы мәлімет: Қыпшақ хандығы шамамен 11-13 ғасырларда қазіргі қазақ жерінде өмір сүрген мемлекеттік бірлестік. Қимақ хандығы ыдырағаннан кейін әскери саяси билік Қыпшақ ақсүйектерінің қолына көшкен. Қыпшақтар туралы алғашқы хабар Қытайдың жазба деректерінде кездеседі. Қыпшақтар ең әуелі Алтай, Саян тауларының баурайларын мекендеген. 7 ғасырда олар Қазақстан жеріне Алтайдағы теле тайпаларының құрамында қоныс аударып келген. Жалпы қыпшақтардың этникалық құрамы екі бөліктен тұрады. Батыс бірлестігі 11 тайпадан тұрады. Ел бөрілі, Тоқсоба, Ие тобы, Дурут. Шығыс бірлестігі 16 тайпадан тұрады. 8 негізгі, 8 ұсақ тайпалық бөлімшелер. Ең беделдісі бөрілер болған. Қыпшақ хандығы осы тайпадан шығып отырған. Қыпшақ бірлестігіндегі түрік тілдес тайпалар: Қимақ, Оғыз, Құман, Қаңлылар, ежелгі башқұрт, қарлықтар, жіліктер қосылған. Еуропа саяхатшысы Плано Карпинийдің Қаңлылар қыпшақша сөйлейді екен дегені толық дәлелдейді. Қыпшақтардың қоғамдық құрылысы Қытай тарихшысы Жужани бөрілерді хан әулетінің тайпасы деп атаған, хандық биліктің орталығын орда деп атаған. Әскери басқару жүйесі бойынша оң және сол қанат болып екіге бөлінген. Жалпы әскери басқару жүйесі бойынша екіге бөлінген. Оң қанаттың кіші және беделі басым орталығы Жайық өзені бойындағы Сарайшық қаласы. Сол қанаттың орталығы Сырдария өзені бойындағы Сығанақ қаласы. Екі қанатқа бөлу билікті мызғытпай ұстап тұру үшін жасалған болатын. Жалпы ақсүйек шонжарларға хан, ханның туыстары, тархандар, басқақтар, бектер, байлар, ру тайпа көсемдері жатқан. Оларда құлды ялаңгөк деп атаған. Қыпшақтардың бөгде аттары орыс деректерінде половцы, далалықтар, венгр деректерінде кундар, командар деп екіге бөлініп аталған. Қыпшақ хандығының саяси жағдайы: Қыпшақтар Хорезм елімен қатынасты жақсартуға тырысады. Хорезм билеушілері Текеш пен 2 Мұхаммед Қыпшақ ханы Қадар Бөкейхан мен оның жиені алып деректің арасындағы билік үшін таласты пайдаланып, Сығанақ қаласын басып алуды ойластырды. Текеш отырарды билеп отырған алып деректің әскерін өз жағына шығарып қаланы жаулап алды. Қыпшақтардың шаруашылығы мал шаруашылығы, тұрмыстық және егін шаруашылықтармен айналысқан. Батыс Қазақстан аймақтарында қыпшақтардың жекеленген топтары түйе шаруашылығымен де шұғылданған. Қыпшақтар аңшылықпен де айналысқан. Олар аң аулағанда садақ пен жебеден басқа лашын, бүркіт сияқты құстарды, жүйрік тазыларды пайдаланған. Бағалы аң терілерін қыпшақтар басқа елдерге шығарып, сауда қатынасын жүргізген. Аң аулаумен қатар қыпшақтардың өзен, көл жағалауларында тұратын балық аулаумен шұғылданып, олар кішкене қайық кемелерді пайдаланған. Қыпшақ қоғамында малсыз кедейлер егіншілікпен, соның ішінде өзен бойларында суармалы егіншілікпен айналысқан. Қыпшақтар негізінен тары өсірген. Олар жетіспеген астықты Орта Азияның егіншілерімен мал шаруашылығы өнімдеріне айырбастап отырған. Жаңа сабақтың мазмұнын түсіндіріп болғаннан кейін сабақты пысықтау үшін Кахот бағдарламасы бойынша тест жасадым.
Оқушының түсінігін айқындау мақсатында деңгейлік сұрақтар дайындадым, яғни әр оқушы 3 деңгейлі сұрақтардың бірін таңдап, өздерінің деңгейлерін анықтайды. Жалпы бүгін оқудың нәтижелігін бағалау әдістемесі ретінде мен Блум таксономиясын қолдандым. Білімді игеруге бағытталған Блум таксономиясының 6 қадамы: білу, тану, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау. Білу. Таным мен ойлау деңгейі төмен деңгей. Бұл категория мәліметтерді қайталау немесе тану арқылы есте қалай сақталғанын тексеруге бағытталады. Мағлұмат пен деректерді есте түсіреді. Оқушы қолданылған терминдерді біледі, есте сақтайды және қайталайды. Нақты фактілерді біледі, жұмыстың орындалу ретін біледі, негізгі ұғымдарды біледі, ережелер мен қағидаларды біледі. Екінші деңгей түсіну. Таным мен ойлау деңгейі. Орта деңгей. Оқу материалын түсінгендіктің ретінде келесідей әрекеттерді атқаруды атауға болады. Трансляция. Оқу материалын бір тілден екінші тілге ауыстыру. Мысалы, математикалық формуланы сөзбен айтып беру, сөзбен келтірілген мәліметте кесте, схемамен көрсету. Интерпретация. Оқу материалын өз сөзімен түсіндіру, қысқаша баяндау, жорамалдау. Оқу материалдары бойынша әңгіменің әрі қарай не туралы болатындығын, оның салдары мен нәтижесін түсіндіру. Оқушы фактілерді, ережелерді, қағидаларды түсінеді. Сөзбен келтірілген материалда схемалар, графиктер, диаграммалар түсіндіріледі. Сөзбен келтірілген материалды математикалық ұғымдарға өзгертеді. Берілген ақпарат бойынша болашақта туындалуы ықтимал салдарын сипаттайды. Үшінші қолдану. Таным мен ойлау деңгейі. Орта деңгей. Бұл категория оқу материалын нақты жағдайда және мүлдем жаңа ситуацияда қолданылуды меңзейді. Онда ережелерді, әдістерді, ұғымдарды, заңдарды, қағидаларды, теорияларды практикалық тұрғыдан қолдану кіреді. Оқу нәтижелерінің түсіне деңгейіне қарағанда материалды тереңірек игеруді талап етеді. Оқушы ұғымдар мен қағидаларды жаңа жағдайларда қолданады. Заңдар мен теорияларды практикалық тұрғыдан нақты ситуацияларда қолданады. Әдіс немесе жұмыс ретін дұрыс қолданатындығын көрсетеді. Төртінші талдау. Таным мен ойлау деңгейі. Жоғары деңгей. Оқу материалының құрылымы анық көріну үшін оны құрамдас бөліктерге бөлу, бүтіннің бөліктерін ажырату, бүтіннің бөліктерінің арасындағы өзара байланыстарды анықтау, бүтіннің қалайша ұйымдастырылғандығын сезіну. Бұл категория оқу материалының мазмұнын сезінумен қатар оның ішкі құрылысын қалайша құрылатындығын меңзейді. Оқушы жасырын, көзге көрінбейтін жайттерді ашады. Ойдың өрбуінен қателер мен олқылықтарды айқындайды. Фактілер мен олардың салдарының арасын ажыратады, ұсынылған фактілердің маңыздылығын айқындайды. Бесіншісі жинақтау. Таным мен ойлау деңгейі. Жоғары деңгей. Оқу материалының элементтерін жаңашыл сипаттан бүтінді құрастыру. Жаңа нәтиже ретінде оқу материалдарын мүлдем өзгеше реттейтін хабарлама, баяндама, сөз, жұмыс жоспары, схемаларды атауға болады. Мұндай оқу нәтижелері жаңа мазмұн мен жаңа құрылымдарды жасап шығаратын шығармашылық әрекеттерді қолдануға әрекет етеді. Оқушы шығармашылық тұрғыдан кішігірім шығарма, яғни эссе жазады. Тәжірибеде жасаудың өзіндік жоспарын ұсынады. Қандай да болмасын проблеманы шешу үшін өз білімдерін шығармашылықпен қолданады. Алтыншысы бағалау. Таным мен ойлау деңгейі. Жоғары деңгей. Оқу материалының маңызын анықтау, ол туралы өзіндік пікір келтіру, ойын білдіру. Бұл деңгей алдындағы категориялардың оқу нәтижелеріне қол жеткізуді меңзейді. Оқушы оқу материалы құрылымының логикасын жазбаша түрде бағалайды. Ішкі немесе сыртқы критерийлерге сүйеніп, оқу материалының маңыздылығын айқындатады. Жасалған шешімдер мен қорытындылардың берілген фактілерге сәйкестігін анықтайды. 10 балдық жүйе енгізгенде оқушылардың білімін бағалау балын бөлу жобасы, яғни танымдық қабілеттерінің даму деңгейі. Мақсаты білім, оқушының іс-әрекеті тыңдайды, қабылдайды, есте сақтайды, ойлайды. Түсіну. Оқушының іс-әрекеті түсіндіреді, айтады, көрсетеді, жазады. Қолдану. Оқушының іс-әрекеті бұрынғы білім негізінде соны пайдалана отырып жаңа проблема шешеді. Талдау. Ойланады, салыстырады, табады, талқылайды, ашады және ізденеді. Мақсаты жинақтау. Оқушының іс-әрекеті ойланып табады, құрастырады, шығарады, байланыстырады, бағалайды, талқылайды және өз талабын айтады. Бағалау, бағалайды, талқылайды, талабын айтады, яғни сыни пайымдау. Ойлау деңгейіне келетін болсақ, ойлау деңгейі білу және түсіну, қолдану, жүйелеу, талдау, жинақтау және бағалау болып 5 топқа бөлінеді. Соңғы кезең білімді бағалау.
Ескерту: бірінші бағанға оқушының тегі, аты жөні жазылады. Одан әрі плюс белгісімен оқушының бақылауға алынған кездегі танымдық қабілетінің деңгейі көрсетіледі. Үшінші деңгей тапсырмаларына білу және талдау деңгейіне, екінші деңгей тапсырмалары қолдану және талдау деңгейіне, бірінші деңгей тапсырмалары топтау және білімін бағалау деңгейіне сәйкес келеді. Сабақтың соңында оқу нәтижесін бағалау үшін соңғы баспалдақты, яғни бағалауды Блум таксономиясы арқылы бағаладым. Яғни 10 балдық жүйе бойынша сабаққа келгені үшін 1 балл, үй тапсырмасы үшін 2 балл, жауап беріп сұраққа қойған үшін 2 балл, сұрақ қойған үшін тағы 1 балл, сұраққа жауап берген үшін 2 балл, және сабаққа белсенділігі үшін 2 балл. Осылай 10 балдық құрап, осы 10 балдық жүйе бойынша қорытындыладым. Жалпы оқушының сабаққа деген құлшынысын аша білу мұғалімнің басты жұмысы. Ал сол құлшынысты аша білу кез келген педагог қолынан келе бермейтін іс. Өз жұмысымызға деген махаббатымыз болса, алынбайтын қамал болмайды деп білемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.